Қыздар, сәукеле нанның жасалу жолымен бөлісемін. Бір қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ өте оңай жасалынады. Алдымен ұнымызға тұз, дрож, зәйтүн майы және де жылы су қосып, орташа тығыздықтағы қамырды илеп дайындаймыз. Бұл жерде маңыздысы қамырымыз өте қатты жұмсақ болмау қажет. Дайын болған қамырдың бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте қамырымыздың бір бөлігін үлкендеу етіп кесіп аламыз және де кішкентай екі бөлікке бөліп дайындап қоямыз. 10-15 минутқа тындырамыз. Содан соң жаңағы үлкендеу бөлігімізді видеодағыдай орташа қалыңдықта жайып, пышақтың көмегімен әр жерінен осылай кесіп шығамыз. Сәукеле нанның формасын кез келген қатты коробкадан видеодағыдай етіп жасап алсаңыздар болады. Содан соң коробкамызды фольга қағазымен орап, міндетті түрде майлап дайындап алыңыздар. Видеодағыдай ораймыз. Келесі кезекте жаңағы кішкентай екі бөлік қамырымызды ұзын етіп созып алып, видеодағыдай өріп дайындап аламыз және де сәукеле нанымыздың үстіңгі бөлігіне видеодағыдай жайғастырып шығамыз. Артық жерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастасаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағып, қалауыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған печкеде 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің печкесі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алсаңыздар болады.